Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қатпарлы наннан самса дайындаймыз. Бұл самса өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамыры қатпарлы болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен ұнды тұзды суға илейміз. Қамырымызды жақсылап илейміз. Осы қамырды 20 минутқа салафанға немесе тегешке салып қоямыз. Енді осы қамырымызды 3 бөлікке бөлдім. Осы қамырды жұқа қып жайып шығамыз. Енді осы қамырға еріп тұрған сары майды жұқа қып жайып шығамыз. Жайып болғаннан кейін видеода көрсетілгендей осылай орап шығамыз. Енді сол сияқты екінші және үшінші қамырымызды дәл осылай жайып, майды жағып, оралған қамырды үстіне қойып, тағы да орап шығамыз. Қамырымызды орап болған соң салафанға салып, мұздатқышқа 15 минутқа қоямыз. Самсамызды дайындап, жұмыртқа жағып 180 градуста қызып тұрған пешке 35-40 минут пісіреміз. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Видеом ұнаса лайк басып тіркеліңіздер.